Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен красный бархат пирожныйын, яғни нарезный пирожныйын бірге дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама міндетті түрде жазылып, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 3 дана жұмыртқа, 250 грамм қант, 200 грамм ертілген суытылған сары май, 200 грамм айран, жарты шай қасықта какао, 1 шай қасықта қамыр қопсытқышы, 1 шай қасықта қызыл бояуыш және 380 грамм електен өткізілген ұн қажет болады. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды және де какаомызды салып араластырып шетке аламыз. Айранымыздың үстінен қызыл бояушымызды салып, оны да шетке алып қоямыз. Ыдысымыз біздің құрғақ, таза және де майсыз болғаны абзал. 3 жұмыртқаны салып, қантты аз-аздан сала отырып, жақсылап ақ ұлпа болып көтерілгенше, көпіргенше жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Не үшін жақсылап араластырамыз? Өйткені біздің массамыз пышный, жұмсақ болып шығу үшін міндетті түрде кез келген тортты, пирогты дайындарда осылай 2-3 есе өзінен асырып көпірткендеріңіз абзал. Мінекей біздің массамыз дайын. Үстінен айранымызбен қызыл бояушымыз қосылған сұйықтығымызды құямыз және де ерітіп суытылған сары майымызды саламыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, миксердің ең төменгі жылдамдығында араластыруды жалғастырамыз. Дайын болған массамызды 30-40 размерлі формамызға салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Бір тегіс етіп жаю міндетті түрде. Өйткені біздің коржымыз піскен кезде бір жағы биік, бір жағы төмен болып қалуы мүмкін. 180 градустық пеште 25 минут пісіріп аламыз. Креміне бізге 200 грамм творожный сыр, 140 грамм қант, не болмаса қант ұнтағы, 300 грамм сливки, яғни кілегей қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға творожный сырды және де қантымызды салып, лопатканың көмегімен, не болмаса миксердің көмегімен бір келкі болғанша араластырамыз. Менде қант ұнтағы бітіп қалғандықтан қант қостым. Қанты ерігенше жақсылап араластырып, үстіне сливкиімізді құямыз. Сливки міндетті түрде салқын болуы қажет. Яғни холодильникте, тоңазытқышта 8 сағат кемі тұруы керек. Морозильникке кілегейді еш уақытта салуға болмайды. Ол іріп кетуі мүмкін. Осылай крем болғанша жақсылап араластырамыз. Енді суытылған коржымызды осылай пергаментінен ажыратып аламыз. Міндетті түрде 1-2 сағат бөлме температурасында суытуымыз қажет. Біздің корждарымыз өте пышный болып, әдемі болып шықты. Коржымызды линейканың көмегімен өлшеп аламыз және де теңдетіп ортасынан бөлеміз. Алдын ала дайындап қойған кремімізде тең 2-ге бөліп алып, бір тегіс етіп жағып шығуға тырысамыз. Және де пищевой пленкамен бетін жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 4 сағатқа, не болмаса бір түнге қалдырамыз. Бір ыдысқа ыстық қайнаған суымызды құйып, пышағымызды 1-2 секундқа салып аламыз және де кесердің алдында сүлгімен сүртіп, ортасынан теңдей бөліктерге бөлеміз. Жанынан 5 бөлікке бөлдім мен. Осылай әр бөлген сайын пышағымызды ыстық суға салып, сүлгімен сүрте отырып, осылай бөліп шығамыз. Мінекей біздің пирожныйларымыз дайын. Шетінен қалған корждарынан
блендердің көмегімен езгілеп, осылай сүйіп шықтым, және де шоколадтың көмегімен осылай узор беріп шықтым. Видео сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.